Сәлем достар, біздер бүгін осындай асқабақтан нан жасаймыз. Өте дәмді және қарапайым. Видеоны толықтай көрмес бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және қоңыраушаны басып қойыңыздар. Мен видеоларымды бірінші болып көресіздер. Ал кеттік, бастаймыз. Ең бірінші буға піскен асқабағымыз бен морковьмызды осылай блендермен езіп аламыз. Егер блендер болмаса, теркмен де, қасықпен де езе беруге болады. Дайын езбемізді ұнның бетіне салып қоямыз. Одан кейін сұйықтарымызды дайындап аламыз. Яғни жылы суымызға ашытқымызды, қантымызды және сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып, мінеки араласып болғаннан кейін ұнымыздың бетіне құйып, барлығын осылай араластырған күйінде құйып жіберсек жақсы болады. Енді қамыр илеуге кірісеміз. Егер қамырларыңыз сұйықтау болып кетіп жатса, тағы да ұн қоссаңыздар болады, ештеңе етпейді. Дайын болған қамырымызды 40 минутқа бетін жауып жылы жерге қойып қоямыз. Ол әдемілеп тұрып көтеріледі. Мінекей көтерілді. Біздің қамырымыз, яғни қолға жабысады. Тым жұмсақ та, тым қатты да болмайды. Астына ұн сеуіп, табағымыздан түсіріп аламыз. Ұнның көмегімен тағы да илейміз. Мінекей осылай ұнға тағы да аунатып аламыз. Енді осыларды бөлшектерге бөлеміз. Яғни біз бөлшектерімізді өлшеп алғанымыз дұрыс болады. Осындай бірдей размерде ұнға аунатып, дөңгелетіп қойып қоямыз. Дайын болған дөңгелектерімізді осылай қолдың көмегімен форма береміз. Яғни жайып шығамыз. Дайын нандарымызды противенге салып, бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, күнжіт себіп, мак себіп, өз қалауларыңызша 180 немесе 200 градуста 25-20 минутқа пісіріп аламыз. Мінекей біздің асқабақтан нанымыз дайын болды. Өте дәмді. Балалар соның ішінде тез жеп қояды. Маған қатты ұнады. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Міндетті түрде жасаңыздар және менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздерден қолдау күтемін. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Ақмарал.